вы что думаете, мен бір профессор деп ойлайсыздар ма, или мен бір научный исследованиемен айналсам ба? Мысалы ше, мен сіздерге бір жүгіріп шығып, сіздерге мені мынандай істеңдер, мынандай істеңдер. Мен қазір сіздерге айтып жатқан нәрселердің бәрі научно доказанный нәрселер. Если сіздерде какое-то сомнение болатын болса, последний статьяларды, научные исследованияларды оқып шығыңыздар. Оны тек қана мен ғана емес, все могут прочитать. Гуглға забейте на английском, выйдет статья. Все последние исследования посмотрите. Медицина жылдан жылға жаңарып жатыр, қыздар. Бүгінгі нәрсе уже ертең не актуально болып жатыр. Почему? Потому что ғылым бізде тек қана Қазақстанда ғана зерттеп жатқан жоқ қой, дүние жүзі айналысып жатыр да. Қай жерде бізде улучшение болып жатыр, қай жерде бізде ешқандай эффект болмай жатыр. И мен сіздерге научно жаңағыдай последний исследованиялар мен статьяларды оқып сіздерге айтып жатсам, сіздер айтасыздар, нет. В общем, бір умныйлар шығады деп. Мен умный емес, я тоже когда-то назначала, все ноотропы я назначала, даже своей маме назначала. И я смотрю, никакого эффекта нету. Своим детям я давала, себе я пила. У меня желудок чуть не остановился через 20 дней после таких препаратов. И то мен 4-5 препарат ішкеннің өзінде мен асқазаным істемей қалды, қыздар. А вы даете 14, 15, 16, 20 препаратын балаларыңызды, не жалко вам? Я понимаю, если эффект болатын болса, мен өзім қуанып даже сіздерге айтатын едім. Мен не сіздерге? Вот, пожалуйста, айту менде парыз, ары қарата жасау, жасамау, пожалуйста, жасамай ақ қой. Мысалы, хочешь, давай. 14 емес, маған десең, 50 препарат берші балаңа, если хочешь, да? Если сен соған уверенный болатын болсаң. Мен өзім мамама капать еттім, октавигин, пирацетам, кавинтон. Смотрю, головокружение не проходит. Бас ауыру кетпейді. Что с ней не так? Мен барлығын дұрыс істеп жатырмын. Барлық препараттар, почему они не работают? Іздей бастадым. Баламды смотрю, у меня у ребенка ЗПР. Бере бастадым, анау, мынау, ештеңе көмектеспейді. Почему не помогает? Ойлана бастадым, понимаете? Если есть какие-то сомнения, қазір дамыған заман, Гуглға теріңіздер, последний научный статьялардың бәрін оқып шығыңыздар, и содан кейін маған айтыңыздар. Если ағылшынша оқи алмай жатсаңыздар, Google переводчиктің төбесінде перевод на русский, перевод на казахский десеңіздер, любой научный статьяны сізге аударып береді. Постепенно все врачи перейдут документке келеді, доказательная медицина. Почему? Потому что оларда көздер жетеді. Мен уже көзім жетіп отыр ғой. Мен кеше ғана сіздерге 1-2 апталық курсты оқып жүгіріп келген жоқпын ғой сіздерге. Мен 7 жыл медициналық университетті оқыдым, да? То есть мен 2011 жылы қолыма врач деген дипломды алдым. Мен 15 жыл болды дәрігер болғаныма, да? 15 жыл бойы мен сонда не сіздерге болмайтын нәрсені айтпаймын ғой. У меня есть стаж, у меня есть знание. Алла тағала знанияны просто так бермейді. Алла тағала бір нәрсемен халықпен бөлсін деп береді. Мен сіздермен бөлісіп жатырмын. Ары қарата решениені өздеріңіз қабылдайсыздар.